Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін ауызашардың 11-ші күніне арнап әзіл-мәзірін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Және де осындай өте дәмді оригинал рецепттерді ұсынамын. Бүгін ас мәзірімізге картоп езбесінен дәл осындай ең оңай және өте дәмді осындай котлеттерді дайындаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де осындай қазақ тілі контенттердің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Алдын ала барлық заттарын дайындап алдым. Картоптарын ашып дайындап аламыз. Картоптарды тазалап жуғаннан кейін бөліктерге бөліп, майда бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып, қайнатуға жіберетін боламыз. Дәл осылай тураймыз және ыдысымызға саламыз. Үстінен суды құямыз және де отқа қоямыз. Картопымыз піскенге дейін отта ұстаймыз. Міне картопымыз пісті. Мен картоп езбесін езген жерім түсірілмей қалыпты. Дәл осылай картоп езбесін дайындап аламыз. Үстіне ұн және де сары майды, крахмалды, тұз, дәмдеуіштер, қалауынша паприка қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тек қана осы ғана заттарды қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Етсіз котлет картоп езбесінен өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлық рецептін қанша грамм екенін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Описаниеға кіріп қараңыздар. Және де барлығын дәл осылай етіп дайындап аламыз. Майды құйып, алдын ала майды қыздырып алдым. Қатты қыздырмаймыз, кішкене ғана қызса жеткілікті. Осы картоптарымызды, котлеттерімізді салып шығамыз. Котлеттеріміз баяу отта пісіреміз, міндетті түрде ішіне де полностью пісіп шығу үшін баяу отта қоямыз. Дәл осындай котлеттерімізді төмен жағы қызарса, келесі бетін аударып, келесі бетінде қызартып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Бәрін жақсылап аударып алғаннан кейін келесі бетінде қызартып пісіреміз. Және де тарелкемізге салфетка төседім. Салфетка немесе пергамент қағазын төсеуге болады. Мен пергамент қағазын төседім. Үйдегі бар май кішкене сырға бағу үшін. Қатты майлы болмайды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді және іші толықтай пісіп шығады. Іші де толықтай өте әдемі болып пісіп шығады. Және де осындай қызылшадан бат-шуба салатын дайындадым. Ең алдымен осындай дайын ыдыстағы селедканы алып, ұсақтап майда етіп турап, екі тарелкеге бөлеміз. Және де дәл осындай қайнатылған сәбізді жақсылап теркіден өткізіп, оны да селедканың үстіне салып, майонезімізді салып, жақсылап қасықпен жағып аламыз. Барлығын картопты да дәл осы теркіден өткізіп, сәбіздің бетіне салып, міндетті түрде үстінен майонез жағып, тегістеп шығамыз. Үстінен жұмыртқамызды да өткізіп, картоп үстінен жұмыртқаны салып, оның да үстіне майонез салып, жақсылап жағып шығамыз. Қызылшаны да дәл теркінің сол бетінен өткіздім. Және де майонезімізді жағып, жақсылап тегістеп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын септім. Өте дәмді, әрі керемет болып шығады. Видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Міндетті түрде комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Және де осындай қазақ тіліндегі контенттердің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.